Бекзат, мынау сабақ саған арналады. Preposition of time, предлог времени, яғни уақыт көрсететін предлогтар. Ең бірінші предлог ол бізде in. Біз алдында in деген сөзді ішінде деп аударған болатынбыз, бірақ біз қазір уақыт туралы айтып жатырмыз, яғни уақыт көрсетуіміз керек. In сіздер мысалға ай аттарын айтқан кезде қойсаңыздар болады. Например, in April, апрель айында, in May, май айында деген сияқты, иә? Инді также жыл айтқан кезде қолдансаңыздар болады. Мысалға 2025 жылы деп айтқан кезде, мына жылды ровно 2-ке бөліп айтсақ болады. Сонда қалай болады? In 2025 болады, иә? 2025-те деген сөз. Ай аттарында, жылдарда, тағы бізде тұрақты сөз тіркестерінде қолдансақ болады. Мысалға таңертеңмен, ол тоже уақыт. Қалай болады сонда? In the morning болады. Таңертеңмен, in the morning. Түсте, in the afternoon. Кешкісін, in the evening. Ал бізде түнде ол исключение. Ол сіздер оның алдында at қоясыздар. Келесі предлог at. Түнде at night болады. At night. Так, инді также сіз немен алсаңыздар болады? Сезондармен, 4 жыл мезгілімен алсаңыз болады. Например, in spring, көктемде, in summer, жазда деп. Сонымен, инді қоясыздар. Аяттарын айтқан кезде уақыт, жыл айтқан кезде, 4 жыл мезгілін айтқан кезде, және мынандай сөздерде қолдансаңыздар болады. Келесі at, ол бізде түнде деген сөзде, также плюс уақыт айтқан кезде қоясыздар. Мысалға, сағат 6-да at 6 o'clock. Или 6:15-те, егер сағат айтуды білсеңіздер, қалай болады? At 15 past 6, немесе at 6:15. Келер алдыдағы сабақтарда бізде сағат айту тағы болады. Келесі предлог ол бізде on. Апта күндерінің алдында қоясыздар. Мысалы, on Monday, дүйсенбі күні, on Tuesday, сейсенбі күні. Понедельник таңертеңмен деп айтатын болсаңыздар, онда on Monday morning болады. Понедельник түсте болатын болса, мысалға on Monday afternoon деп айта бересіз. Келесі предлог ол бізде after. After ол бізде кейін деген сөз, после орысша. Мысалы, оны кез келген сөзбен алсаңыздар болады. Например, апрельден кейін болса after April болады. 2025-тен кейін after 2025 болады, иә? Понедельниктен кейін after Monday деп қоя берсеңіздер болады. Келесі предлог ол бізде before, до, дейін деген сөз. Неге дейін дейік? Мысалы, 6-ға дейін дейтін болсақ, онда before 6 o'clock. Жазға дейін before summer. 2026-ға дейін before 2026 деп кез келген сөзбен ала бересіздер. Келесі предлог ол бізде for. Көп оқушылар бұны үшін деп аударылады, бірақ біз ол сөзді қарастырып тұрған жоқпыз. Біз уақыт көрсетіп тұрмыз. For ол белгілі бір уақыттың ішінде деген сөз. Мысалға, 2 аптадай десеңіз, онда for 2 weeks болады. For 2 weeks. 5 жылдай болса, for 5 years. 2 сағаттай, for 2 hours болады. Міне. Ал егер бастап деп айтқыларыңыз келсе, онда since қоясыздар. Since ол белгілі бір нүктеден, уақыттан бастап. Таңертеңнен бастап болса, онда ол since morning болады. Сағат 6-дан бастап болса, онда since 6 o'clock болады, иә, мысалы. Понедельниктен бастап десеңіздер, онда since Monday деп кез келген сөзбен тоже қоя бересіздер. Келесі предлог ол ago. Ago ол бұрын деген сөз. Бұрын. Бірақ ол ago сөйлемнің соңында қойылады. Мысалға 5 жыл бұрын болса, 5 years ago болады. Соңында қоясыз. 2 сағат бұрын болса, 2 hours ago болады. Одан кейін барып ago деп жазасыздар. Ең негізгі